Қайнатам көрем екен. Желі жұлдызы Қабатовтың үлкен қызына сезімін білдірді. TikTok желісіне танымал әнші Ғалымжан Нұрқалықов әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың үлкен қызына ән арнады. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Бұл туралы ол желідегі парақшасында жазды. Тұрсынбектің қызы әдеміге арналған ән «Қайнатам көрем екен» деді ол. Желі қолданушылары әншінің бұл әрекетіне түрлі пікір жазды. Кішкентай қыз ғой бұл. Тұрсынбек, қыздарыңа еге бол. Тұрсынбек-ау, жанұяңды талауға тастадың-ау. Сені не қылсын ол қыз? Тұрсынбек күйеу баланы өзім таңдаймын деген, деді олар. Бұл жаңалықта ел арасындағы қызу талқылардың біріне айналатыны анық. Ғалымжан Нұрқалықовтың әдеміге арнап ән шығаруы біреуге қызық, ал біреуге ерсі көрінуі мүмкін. Өнер адамдарының креативке бейім екені белгілі, бірақ бұндай жеке тақырыпты ашық жариялау, әсіресе қыздың жасы мен қазіргі отбасы төңірегіндегі ахуалды ескерсек, көпшіліктің күмәнін тудырғаны түсінікті. Қазір Қабатовтар отбасы онсыз да жұрт назарында тұр. Сондықтан кез келген қадам автоматты түрде үлкен талқыға түседі десек болатын шығар. Дегенмен бұндай видеоға аса ауыр мағына жүктеп, дау тудыра бермей қойған дұрыс сияқты. Егер бұл тек әзіл не шығармашылық импровизация болса, оны сол қалпында қабылдаған жөн. Ал әзілің де, әрекетің де ең алдымен этикаға сай болуы керектігін өнер адамдары өздері жақсы біледі деп сенемін. Қанша жерден тренд қуып, креатив жасаймын десе де, кәмелетке толмаған қыздарға қатысты контентте сақтық қажет екенін естен шығармаған дұрыс. Ең бастысы, әркім өз әрекетіне жауапкершілікпен қарап, жас өскіндердің атын хайпқа айналдырмай, құрметпен қараса жеткілікті.